ауданның мектептерінде стажировка көрсетіп жүрген жұмыстарын көретін боласыздар. Biz bilimde ufakta terbiye için biz özümüz toplamamız bir istemek, görüp öğrenmek. Сәлеметсіз бе, әріптестер? Бүгін енді мектептің өндіріс жоспарына байланысты біз мектепте өте көп семинарлар өтті. Соның ішінде мен география пән мұғалімі Мадиева Альфия сабағына қатыстым. Оның негізгі тақырыбы жасыл экономика, экология жөнінде өте көп айтылды. Жас мамандар қатысты, кәдімгі өте көптеген әдістерді үйрендік. Оқушылардың сабаққа белсенді қатысу жолдарын әдістерін өте дұрыс айтты. Екі топқа бөлді, екі топқа бөлу арқылы оқушылар бір-бірін бағалау арқылы сол сыныптағы оқушылардың сабаққа түгел қамтамасыз етуді түгел қатыстырды. Енді Альфия апайдың осы сабағында негіз менің ойлаған жерім, сыныптағы оқушылардың тек үздік оқушы, озат оқушы емес, сыныпта 30 оқушы болатын болса, 30 оқушының бәрі түгелдей сұрақтар қойып, ол оқушыларды бағалап отырды. Өте тамаша, жақсы керемет. Бүгінгі нөмір 6 жалпы білім беру орта мектебінде тиімді әдіс тәсілдерді қолдану сабақтың негізгі кепілі атты семинарға қатысқан болатынбыз. Бұл семинарда өздерінің әдіс тәсілдермен бөліскен Мадиева Альфия және де Тілегенова Ағзада апайға өте өзімнің ризашылығымды, алғысымды айтқым келеді. Олар бізде өздерінің сабақтарында өте тиімді әдіс тәсілдерді пайдаланып, бізге жол сілтеген болатын. Осы әдіс тәсілдерді біз өзіміздің келесі сабақтарымызда қолданамыз деген ойдамын. Осындай семинарлар көптеп мектепішілік және де аудандарда ұйымдастыруын сұраймыз. Сәлеметсіздер ме? Бүгін номер 6 жалпы білім беру орта мектебінде өтілген тиімді әдіс тәсілдерді қолдану сапалы сабақ кепілі атты семинарда өз деңгейінде өтті. Мектебіміздің мұғалімдеріне өз ризашылығымды білдіремін. Осындай семинарлар мектебімізде алдағы уақытта да болса өте қуанышты боламыз. Бүгін біздің мектебімізде тиімді әдіс тәсілдерді қолдану сапалы сабақ кепілі семинары болып өтті. Ол жерде біз өзімізге керекті мәліметтерді алдық. Мұғалім қалай болу керектігін барлығын айтып өтті. Рахмет ұйымдастырушыларға.